Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Шабажанова Салтанат Қалиасқарқызы, өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының Павлодар облысы бойынша филиалының педагог қызметкерлердің біліктілік арттыру институтының аға оқытушысымын. Бүгінгі кезекті оқу сабағын мектеп кітапханашыларының қызметін ұйымдастырудың жаңа бағдарларына арнамақпын. Бүгінгі күні ешкімге де жасырын емес, мектеп кітапханасының байланысты бірқатар өзекті мәселелер туындап отыр. Кітапхана жалпы баспа туындылары мен басқа ақпарат көздерін қоғамдық пайдалану жолын ұйымдастыратын мәдени ақпараттық мекемесі болып табылады. Ал мектеп кітапханасы дегеніміз жалпы білім беретін мектеп оқушылары мен мұғалімдеріне кітапханалық қызмет көрсетуді ұйымдастыратын орын болып табылады. Осыған орай мектеп кітапханашысының бірқатар функциялық қызметтері айқындалады. Ең біріншіден, мектеп кітапханашысының қызметіне оқушыларға, педагогтар мен оқырмандардың өзге де санаттарына кітапханалық және ақпараттық библиографиялық қызмет көрсету арқылы оқу тәрбие процесімен өздігінен білім алуды қамтамасыз ету кіреді. Екіншіден, оқырмандар бойында тәуелсіз тұтынушы дағдыларын қалыптастыру, кітапты және басқа да ақпаратты жеткізгіш құралдарды қолдануға, ақпарат іздестіруге, оларды іріктеуге және сыншылдықпен бағалауға үйретеді. Үшіншіден, кітапханалық дәстүрлі технологияларды жетілдіріп, жаңаларын игертуді міндетті болып саналады. Бүгінгі кітапханашының лауазымды қызметін сөз ететін болсақ, ол ең алдымен оқырмандарға абонементте және оқу залында қызмет көрсету болып табылады. Екіншіден, кітапхана қорымен шұғылданады. Үшіншіден, мерзімдік басылымдарды тіркеу және тігумен айналысады. Төртіншіден, оқырмандарға жеке және бұқаралық ақпараттық жұмыстар жүргізеді. Төртіншіден, кітаптарға өңдеу жұмыстарын жүргізеді және қарызы бар оқырмандармен тиісінше жұмыс атқарады. Кітапхана жұмысының осыған байланысты өзіндік көрсеткіштері қалыптасқан нормативтер бойынша ол ең алдымен кітап қорына байланысты, оқырмандардың санына байланысты, келушілердің санына байланысты және берілген кітап санына байланысты болып табылады. Енді мектеп кітапханашысының қызметінде осы қызметтермен қатар бірқатар қордаланған мәселелердің бар екені айқын. Ең алдымен соңғы уақыттарда кітап оқуға деген оқушылардың болсын, педагогтардың арасында болсын, жәнегі қызығушылықтың төмендеуі. Бұның нәтижесінде оқушылардың, педагогтардың оқырмандық мәдениеті мен талғамының төмендеуіне әкеліп соқтырып отыр бұл мәселелер. Екіншіден, бүгінгі мектеп кітапханалары заманауи талаптарға жауап бере алмайды. Осының нәтижесінде бәсекеге қабілетті орта қалыптастыра алмай отыр мектеп кітапханалары. Үшіншіден, мектеп кітапханаларының материалдық техникалық базасы өте төмен жағдайда, сондықтан бұл мектеп кітапханасының қызметін барынша жетілдіруде кедергі тудырады. Енді бүгінгі мектепке кітапханасына қойылып отырған басты талап ол мектеп кітапханасын оқу мәдени ақпараттық орталыққа айналдыру талабы. Осыған байланысты ең алдымен мектеп кітапханашысы қызметінің өзін қайта қарау қажеттігі туындап отыр. Бұл яғни өз кезегінде мектеп кітапханашысының имиджін қалыптастырудың өзектілігін көрсетіп отыр. Сонымен мектеп кітапханашысының имиджі дегеніміз не, оны кімдер қалыптастыру керек, ол қалай қалыптастыру керек деген сұрақтар әзірше басы ашық күйінде қалып отыр. Енді жалпы имидж дегенге келетін болсақ, мектеп кітапханасының имидж дегеніміздің өзі ол адамның амандықтың келбеті, болмысы, бейнесі, көпшіліктің қабылдауы деген мағынада жұмсалады. Енді әлеуметтік желілерде мектеп кітапханашысының имиджіне байланысты, қызметіне байланысты бірқатар сауалнамалар жүргізілген болатын. Олардың қорытындысы бойынша бүгінгі күні мектеп кітапханашысы қызметі ең төмен
мәртебесі төмен, кең таралмаған мамандықтардың санатына жатады екен, көпшіліктің дауыс беруі бойынша. Мектеп кітапханашысының қызметіне тек қана әйел азаматтардың қызмет атқаратынын көрсеткен екен дауыс берушілер. Және дауыс берушілер бүгінгі күні мектеп кітапханашысының жасы 40-тан жоғары жастағы азаматшалардың жұмыс істейтіндігін көрсетіп берген екен. Енді мектеп кітапханашысының бүгінгі имиджі қандай деп айтатын болсақ, мектеп кітапханашысы ол білікті маман ретінде, білімді маман ретінде қалыптасып отыр. Екіншіден, ол кітап қоймасының иесі ретінде қабылданады көпшілікпен. Үшіншіден, кітап туралы білетін ең көп адам ретінде қабылдайды екен біздің әлеуметтік желіні қолданушылардың айтуына қарағанда. Сондықтан да бүгін мектеп кітапханашысының имиджін қалыптастыру қажет екендігін жалпы қоғамның және әлеуметтік сұраныс нәтижелері көрсетіп беріп отыр. Мектеп кітапханашысы ол педагог пен оқушы арасындағы бар кедергіні дәнекерлеуші, сол барьерді жоюшы және ол қарым-қатынастың жалғастырушысы. Бүгінгі мынау білім мазмұны жаңарту аясында мектеп кітапханашысының имиджін қалыптастырудың өзектілігі тіптен арта түседі. Егер пән мұғалімі оқушыны дамытуды тек өз пәні тұрғысынан қарастыратын болса, мектеп кітапханашысы интеграция кезеңінде оны әр қырынан қарауға мүмкіндік алады, мүмкіндігі бар. Сондықтан да бүгінгі білім мазмұны жаңарған кезеңде мектеп кітапханашысының құзыреттілігін арттырудың өзектілігі арта түседі. Мектеп кітапханашысының құзыреттілігі туралы айтатын болсақ, ең бірінші басты құзыреттілігі оның коммуникативтік құзыреттілігі. Өйткені мектеп кітапханашысы жәнегі оқырмандармен, кітапхананы пайдаланушылармен, жалпы оқу тәрбие үдерісіне қатысушылардың барлығымен тіл табыса білу керек. Коммуникативтік құзыреттілігі өте күшті болу керек. Екіншіден, мектеп кітапханашысы бүгінгі заман талабына сай болу үшін тек қана мектептік шаралармен шектелмеу керек. Сондықтан да оның менеджерлік бағдары өте күшті болу керек. Үшіншіден, мектеп кітапханашысы мынау заманауи ақпараттық технологияларды жақсы меңгерген болу керек. Сондықтан оның технологиялық құзыреттілігі өте жоғары деңгейде болу керек. Себебі бүгінгі тек қана бір кітапханалық көрмелермен, кітапханалық кештермен оқырмандардың ынтасын кітапханаға қайтадан аудара алмаймыз. Сол себепті де оларда технологиялық құзыреттілік өте күшті болу керек. Төртіншіден, мектеп кітапханашысына қажетті ең маңызды қасиет ол өзінің біліктілігін арттыру үшін, заманға сай болу үшін, бәсекеге қабілетті болу үшін оның корпоративтік қарым-қатынасы өте жоғары деңгейде болу керек. Себебі өзін-өзі біліктілігін жетілдіру үшін, тәжірибе алмасу үшін ол басқа кітапханашылармен корпоративтік қарым-қатынаста болу керек. Және өздігінен біліктілік арттыруға мейлінше жәнегі шапшаң болу керек деп ойлаймын. Енді мектеп кітапханасындағы жәнегі имиджінің қалыптасуы ол оқу тәрбие үдерісіне түбегейлі әсер ететін болады. Сондықтан да бүгінгі күні мектеп кітапханашысының имиджін арттыратын, соны дамытатын бір қатар кітапханалық жұмыстардың жәнегі формалары мен тәсілдері айқындалған. Ол дәстүрлі түрде өтетін кітапханалық сабақтар мен кітапханалық кештерден басқа біз соңғы кезде мынау кітапхана қызметінде аса сұранысқа ие оқырмандардың назарын аударатын түнгі кітапхананың жұмысын айтар едік. Сондай-ақ үнсіз кітап, кел сырласайық, кітаптар шеруі, кітап оқу сағаты, отбасылық кітапхана сияқты түрлі тәсілдерді пайдалануға болады оқырмандарды тарту үшін. Сонымен қатар кітапханаға оқырмандарды тартудың жаңаша инновациялық формалары ретінде кітапханалық кештер, кітапханадағы тренингтер, кітапхананың ұйымдастыруымен өтетін флешмобтар, виртуалды көрмелер, виртуалды саяхаттар, акциялар, жарнамаларды айтқымыз келеді. Бұл соңғы уақыттағы мектеп кітапханасында ұйымдастырылатын инновациялық бағыттағы жәнегі шаралар ретінде, әдіс тәсілдер ретінде, жаңа тұрғылар ретінде айтуға болады.
Енді мектеп кітапханасының көпшілік жұмысының жүйесін біз негізі әдетте норматив бойынша үшке бөліп қараймыз. Ол ауызша, баспа, көрнекі деп. Ауызша жәнегі жұмыстардың ішіне ол дауыстап оқу, әңгіме кеңес, оқырмандар бенефисі, кітап тұсаукесерлері, әдеби және тақырыптық кештер, кездесу кештері, портрет кештер, диспуттар жатқызылса, баспа жәнегі жұмыстарына кітапхана каталогтары, картотекалар, ұсынба тізімдер, көрсеткіштер жатады екен. Үшіншіден, көрнекі түріне баспа туындыларын тікелей ашып көрсету арқылы және көрмелердің әр алуан түрлерін өткізу, кітапты бейнелеу өнері арқылы ұсыну сияқты іс-шараларды айтуға болады екен. Енді құрметті әріптестер, мектеп кітапханашысының имиджін қалыптастыру ол әрине ең алдымен мектеп кітапханашысының өзіне байланысты. Ол бүгінгі қоғамда таптаурын болған көзқарасты жеңіп, бәсекеге қабілетті ақпараттық оқу мәдени орталығын қалыптастыру үшін мектеп кітапханасының кітапханашысының имиджін қалыптастыру ол кітапханашысының өзіне байланысты. Соңғы уақыттарда әріптестер жасырын, ешкімге де жасырын емес, мектеп кітапханасында маман емес мамандар көп жұмыс жасайды, яғни өзінің негізгі кәсіби мамандығы кітапханашы емес, педагог. Сондықтан да көпшілігі сағаттың жоқтығынан осы қызметке келген әріптестер. Ал енді осындай жәнегі өзінің жүрек қалауымен емес, жәнегі қажеттілікке орай қызмет етіп жатқан әріптестерімізге бүгінгі күні мектеп кітапханашысының имиджін қалыптастырудың үлкен жауапкершілігі артылып отыр. Сондықтан да бүгінгі соңғы уақыттарда педагог кітапханашы деген жаңа қызмет түрі айналымға шықты. Бұл яғни бір жағынан білім мазмұнын жаңарту жағдайында жәнегі тұлғаны жан-жақты дамытуға үлкен мүмкіндіктер береді. Сондықтан да біз ең бірінші имидж ретінде біз педагог кітапханашыны айтар едік. Екінші, бүгінгі мектеп кітапханашысының екінші үлкен қызметі ол өмір бойы оқу парадигмасының негізін салушы болып табылады мектеп кітапханашысы. Үшінші, ол мектеп кітапханашысы оқушының еркін даму аумағын қалыптастырушы болып табылады. Төртіншіден, бүгінгі мектеп кітапханашысы ол әмбебап, универсал маман. Сондықтан да мектеп кітапханашысының негізгі қызметін ұйымдастырудың жаңа тұрғылары бұл бүгін қоғамда үлкен кезек күттірмейтін келелі мәселелердің қатарына жатады. Сондықтан да құрметті әріптестер, сіздер өздеріңіздің имидждеріңізді жалпы қалыптастырып, бүгінгі мектеп кітапханасының оқу, мәдени, ақпараттық орталыққа айналуына өздеріңіздің күш-жігерлеріңізді саласыздар деп ойлаймын. Соған сенім артам. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.